Ассалаумағалейкум, құрметті достар. Бармысыздар, бар болайық. Алматыдамыз, Алматының төріндеміз. Сіздермен бөлісетін жақсы жаңалығым бар. Қуанышты жаңалық, әрине бірінші мен үшін. Сіздер де қуансаңыздар болады. Біздің шым фильміміз YouTube-қа шықты. Бір айдың көлемінде, бір айға жетпей, миллион просмотр жинады. Әрине бұл мен үшін үлкен қуаныш. Мен ойлағам, енді 100 мың просмотр жинаса, соның жаман емес деп 10 есе асып түсті. Сол үшін қатты қуанып отырмын. Рахмет баршаңызға. Жалпы бұл идея қайдан келді дегенде, бала кезден бар еді фильм түсірем деген. Бірақ мен бірінші жағдайым жасайын, аяқтан нық тұрайын, содан кейін барып фильм түсіреміз деп кезінде шешім қабылдағаннан кейін, осы жасымыз 40-қа таяған кезде 39 жасында Рахымжан деген жас жігіт, жас режиссер Алматыдан келді, арнайы келді. Сізден аға қолдау бола ма? Осындай жас режиссер едім, біздің осындай сценарийіміз бар, өмірден алынған деп қарадым, жалпы ұнады. Бюджетке келетін болсақ, 6-7 миллионның төңірегінде фильм бітеді деп айтты. Бірақ одан 2 есе көп ақша кетті. Өйткені мен барынша жақсы қылуға тырыстым, шикіліктерді көрдім. Бұл фильмде жалпы мен ең бірінші рет актер боп, және фильмге, және продюсер боп, одан кейін тіптім режиссер боп та, сценарист боп та көрдім. Барлығын кімнің рөлі қандай фильмде, жалпы кімнің қызметі қандай, соны түсіндім. Мен үшін үлкен тәжірибе болды бұл фильм. Боғауызға келмекші, фильмде барлығы айтып жатыр, неге боғауызды қостыңыздар деп. Барлығы емес, көпшілік айтып жатыр. Боғауыздың болуына мен де қарсы болды, бірақ режиссердің, сценаристің барынша шынайы қылып түсіреміз дегеннен осы боғауыз болды. Бірақ сонда да фильм түсіру барысында мен түскен сценаларда ондай боғауыз жоқ. Мен басы қасында толық жүрмеген екен, онша боғауыздың бар екенін білмедім. Кейін фильм дайын болғаннан кейін көріп, мынау тіптім көп қой деген кезде, енді шынды келгенде өмірде, одан кейін жаңағы сондай өмірде, криминалдық өмірде, сондай боғауыз бар ғой аға, сол үшін шынайы болсын деп осыны жасадық деді. Бастапқысы бұл ең бірінші YouTube жобасы және сериал болатын болған. Мен сол сериал әр жерде шашылып қалмасын, бір толық фильм болып қалсын деп, фильм болуына мен негізінде жаңағы атсалыстым, идеяны қостым, және продюсер болғаннан кейін менің айтқаныма көніп, толық бір фильм шығардық. Енді бірінші фильмге 3 деген баға емес деп ойлаймын, 4 деген баға сияқты, және менің актерлік шеберлігіме де әйтеуір сындар айтылып жатыр, бірақ сонда да жаман емес бірінші фильмге деп ойлаймын өз басым. Құрметті көрермен, сіздердің пікірлеріңіз маңызды екен, соны байқадым. Сол пікірлерден біз келесі фильмге идея алуға болады. Әрине біз тәуелді емеспіз, сонда да сол пікірден, сыннан, қолдаудан келесі жобаға ұмтылуға болады. Мысалға, бір-екі пікірлер жазылып жатыр, неге азаматтың әйелін не болды деп. Негізі үңіліп қарайтын болсаңыз, нағыз әділеттілікті көрсететін фильм бұл. Әрине, келесі фильмге идея ретінде өзіңіздің тіптім сценарийіңізді жазып жерсеңіз болады. Біз оны міндетті түрде оқимыз, осы жерге электрондық почтаның көрсетіп кетеміз. Сол жерге сіз келесі фильмнің идеясын жазсаңыз болады, тіпті толық сценарий жазсаңыз да болады. Әрине, ақшалай сыйақы дайындауға болатын еді, бірақ мен бұл жолы олай жасағым келіп отқан жоқ. Осының алдында жасап көрдім мен. Көкту конкурсы және Қазақстанда 40 жылдан кейін қандай күрес деген сияқты конкурстарды жасадық. Бірақ сол мынау қаражат бөлінгеннен кейін сол қаражатқа ұмтылып адамдар жасайды, және ала алмай қалған адамдар ренжіп жатады. Сол үшін келесі фильмде менің атым аталсын, идеяның автор ретінде, немесе сценарист ретінде осы жобаға қатысты болайын деп ұмтылсаңыздар, өзіңіздің тіпті өміріңізде көрген, біреуден естіген сияқты оқиғалар жазсаңыздар, бәрі де болады. Сол үшін үндемей қалмаңыздар, сіздердің ой пікірлеріңіз, үлесіңіз өте бізге маңызды. Қызықтар өте көп. Байқасаңыздар, мен фильмнің басында қатып қалғам. Оның да себебі бар. Ол жерде бізге негізінде Еркебұлан Дайыров түсу керек еді фильмде. Сол бірінші сценада Еркебұлан Дайыров болды.
және білмеймін, ол жігіттің сол өзінің деңгейін жоғары қойып қойғаны ма, тартып ала алмады. Бір сценадан кейін ол жігіт қайтып кетті өзінің бір себептерімен. Одан кейін Рүстем Жанаманов келді де, өзі кәдімгідей баурап алып, мені фильмге түсуіме жақсы партнер болып, өте жақсы көмегі тиді. Тағы да өте қызық жайттар көп. Дони мысалға өте керемет рөлін алып шықты. Және өте қызық персонаж ол Габа. Габада бір профессионалды актер сияқты өз-өзін бір керемет алып шықты деп ойлаймын. Ол азамат негізінде сол базарда жүк тасушы болып жұмыс жасап жүрген, біздің фильм бастап түсіріп жатқанымызды көріп, менің арманым еді фильмге түссем деген деп өтініш жасады. Және сол фильмде өзін бір керемет жақсы алып шықты деп ойлаймын, менің өзім ойым. Сол сияқты қызық жайттар көп. Енді бастапқыда қатып қалғаным бар, оны мойындаймын. Оның себебі де бар. Одан кейін жаңағы сценада Джамбо деген жігіт ештеңе түсіндірген де жоқ қой енді маған. Келді де осыда келес, ана жігіт сізге қарсы шығады, ары қарай осындай болады деген сияқты жасады. Қызығын айтып кетейін, сол Джамбо Ван Дам жүріп кетші деп жаңағыда сондай актерлігін көрсеткен кезде мен өмірдегідей қабылдап қалғанда сондай бір қызық болды да. Өйткені енді ондай фильмге партнермен түсуге мен бірінші рет еді. Сондай қызықтар болды. Менің көліктерім ол жерде жақсы рөл ойнады. Көбісі бұл жерде 90 жылы пластик болған жоқ дегенде пікірлер бар. Біз негізі 90 жылды көрсеткен жоқпыз ол фильмде. Енді 2000 немесе 2003 шығар, немесе 97 шығар. Оны да өзінің көрерменнің жаңаға несіне қалдырдық, көзқарасына қалдырдық. Жалпы келесі фильм міндетті түрде болады, оған сіз үлесіңізді қоса аласыз. Пікір жазыңыз, сценарий ұсыныңыз, идея ұсыныңыз, қолдаңыз, сын айтыңыз. Рахмет баршаңызға.